Аллах сөзіндегі мына белгі созу белгісін білдіргендіктен біз оны Аллах деп созып оқимыз. Араб тілінде ләм әрпі жіңішке әріп, бірақ Құранда осы Аллах сөзіне байланысты бұл кей жерде жуан оқылады және де кей жерде жіңішке оқылады. Аллах сөзінің алдында фатха харакеті келсе және де дамма харакеті келсе, Аллах сөзінің ләм әріпі жуан оқылады екен. Мысалы, бисмилля, инналлах, ләм әріпін жуан оқыдық. Және де расулуллах, бұл жерде де Аллах сөзінің ләм әріпін жуан оқыдық, себебі алдында дамма харакеті келгендіктен. Ал енді жіңішке оқылу жағдайы, егерде Аллах сөзінің алдында кәсра харакеті келсе, онда Аллах сөзінің ләм әріпі жіңішке оқылады. Мысалы, бисмиллах, бисмиллахи. Бұл жерде Аллах сөзінің ләм әріпі жіңішке оқылды, себебі алдында, Аллах сөзінің алдында кәсра келді. Бидикриллахи, бидикриллахи. Бұл жерде де Аллах сөзінің ләм әріпі жіңішке оқылды, себебі кәсра харакеті келді Аллах сөзінің алдында. Ал енді Құраннан мысал іздеп көрейік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мысалы, инналлаха. Бұл жерде Аллах сөзі ләм әріпі жуан оқылды. Неге? Себебі алдында фатха харакеті келгендіктен. Розақакумуллаху. Бұл жерде Аллах сөзінің ләм әріпі жуан оқылды. Неге? Себебі алдында дамма харакеті келгендіктен. Қулиллаху. Неге ләм әріпін жіңішке оқыдық? Себебі Аллах сөзінің алдында кәсра харакеті келгендіктен.